Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздерге өте дәмді майонезсіз жасалынатын салаттың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен көкөністеріміздің сыртқы бөлігін ашып тазалап, жуып аламыз және де сәбізді корейкішінен осылай ұзынша етіп, 2 үлкен сәбізді өткізіп алдым. Бұл жерде мен 6 тарелка шығатындай салат жасайтын боламын. 2 үлкен сәбізді осылай өткізіп аламыз және де үстіне жарты шай қасықтай тұз салып, қолдың көмегімен мұжып араластырып алсаңыздар болады. Содан соң қиярымызды сыртқы бөлігін тазартып жуып аламыз және де видеодағыдай осындай үлкенірек қияр болса 3 бөлікке бөлесіздер. Егер қиярдың көлемі кішкентай болса 2 бөлікке бөліп, видеодағыдай осылай ұзынша соломка етіп барлығын турап алатын боламыз. Міне видеодағыдай осылай 3 бөлікке бөліп, оны 2-ге бөліп, қайтадан бөлінген бөлігін 3 бөлікке бөліп, орташа көлемде турап аласыздар. Келесі кезекте міне сәбізіміз көріп тұрғандарыңыздай кішкене суығы шығып, әдем болыптыр. Енді осының үстіне жаңағы туралған қиярларымызды саламыз. Келесі кезекте болгар бұрышын тураймыз. Қызыл, жасыл, сары өзіңізге ұнаған түрін қолдансаңыздар болады. Мен осындай 2 данасын қолдандым және де мен болгар бұрышын кішкене жаңағыдай кішілеу етіп кесемін. Жегенде де сол ыңғайлы болады. Міне видеода көріп тұрғандай ұзынша етіп, оны 3 бұрышты етіп, осылай видеодағыдай турап аласыздар. Барлық болгар бұрышын сыртқы қабығын жақсылап салқын сумен жуып алыңыздар. Енді осының барлығын бөлек ыдысқа саламыз және де қызанақ қосатын боламыз. Қызанақ кішкентай көріп тұрғандарыңыздай орташа көлемде, видеодағыдай оны да 3 бұрышты етіп тураймыз. Егер черри қызанағы болса, тең ортасынан бөліп салатқа салсаңыздар болады. Барлығын бір ыдысқа салып жинаймыз. Енді үстіне ыстық қайнаған суда 5 минут бойы піскен цветная капуста, яғни осындай түрлі түсті гүлді орам жапырағымызды саламыз. Енді жаңағы дәмдеуіштер саламыз. Сәбіз салатқа арналған приправа және де паприка салдым 1 шай қасық және де кинза салдым. Және үстінен 2 ас қасық осындай соя соусын саламыз. Бұл жерде мен осындай қою түрін алдым. Яғни сушиге арналған түрін алсаңыздар, дәмі өте дәмді және де қою болып келеді. Келесі кезекте дәміне қарай аздаған тұз салдым, жарты шай қасық. Негізі 1 шай қасық толтырып сала берсеңіздер болады. Және де жаңа 2 штук сарымсақты осылай үкіштің көмегімен өткізіп алдым. Егер үкіш жоқ болса, пышақтың көмегімен ұсақтап турап алып салсаңыздар болады. Және де осы кезде майымызды қыздырып қоямыз. Бөлек табамызға жаңағыдай май қызып тұруы қажет. 60 граммдай май жетеді. Міне ыстық майымызды осы барлық дәмдеуіштердің үстінен құятын боламыз. Келесі кезекте барлығын жақсылап араластырамыз. Осы кезде көк шөптерді қоссаңыздар болады. Мен барлығын араластырып, сосын қосқан болатын, ешқандай айырмашылығы жоқ. Мен бұл жерде көк пиязды және де кинза шөбін қолдандым. Кинза жақсы дәм береді. Тұзы аз болғандықтан тағы да тұз салдым. Тұзын көресіздер, жаңағыдай дәмін көрген кезде тұзы аз болса тағы да тұз салып, дәмін татып көретін боласыздар. Жақсылап қолдың көмегімен араластырып аламыз. Салат өте дәмді болып шығады. Барлық тамақтармен тек өзін жесеңіздер де өте күшті болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Егер де осы видео рецепт ұнаса, поделиться деген бөлім тұр төмен жақта. Сол бөлімді басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға осы салаттың рецептімен бөлісіп қойыңызды сұраймын. Баршаңызға ас болсын, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге той жиындарға ұялмай қоятын ет қосылған салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей, соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен бізге піскен ет қажет болады. Видеодағыдай 4 бұрышты жіңішкелеу етіп турап аламыз. Барлығының мөлшерін описание бөліміне жаза кететін боламын. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай қалыңдықта турағандарыңыз дұрыс.
Дәл осылай барлық етімізді осылай турап аламыз. Және де етті алдын ала маринадтап қуыруға да болады, немесе осылай піскен етті пайдалансаңыздар да салат өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте қиярларымызды керек емес бөлігін алып тастаймыз, тазартып жуып аламыз, және де видеодағыдай ұзынша етіп турайсыздар. Менде көріп тұрғандарыңыздай үлкен ұзындау қияр, соны 3 бөлікке бөліп, осылай және де қиғашынан 4 бөлікке бөліп шығамыз. Егер сіздерде қиярларыңыз қысқа болса, оны 2 бөлікке бөліңіздер. Шамамен 5 см көлемінде, 4-5 см көлемінде бөліп аласыздар. Барлығын осылай турап аламыз. Қызанақтың сыртқы бөлігін жуып, керек емес бөлігін алып тастап, видеодағыдай орташалау және де 3 бұрышты етіп осылай кесіп аласыздар. Жегенге де ыңғайлы болуы қажет. Осы салатты жасап көріңіздер, өте керемет. Менің отбасыма, ата-енеме барлығына ұнайды. Барлық тағам түрлерімен жеуге болады. Болгар бұрышын тазартып жуып алып, міне видеодағыдай оны да 3 бұрышты етіп тураймыз. Үлкен етіп емес, орташалау етіп тураңыздар, сонда жегенге де ыңғайлы болады. Келесі кезекте барлығын бір ыдысқа саламыз, және де үлкен бір сәбізді корей күшінен өткіземіз. Корей күшінің үлкен көзінен өткізуге де болады. Бізде енді үлкен адамдар болғандықтан майда көзінен өткізім, жаңа жегенге жұмсақтау болу үшін. Сосын бір сарымсағымызды майда күштің көзінен өткізіп алдым. Мендегі сарымсақ үлкендеу сарымсақ. Осылай күшік болса, пышақтың көмегімен жақсылап ұсақтап турап алуға болады. 1 шай қасық тұз салдым. 1 шай қасық паприка салдым, тәтті паприка. Және де кориандрдан 1 шай қасық саламыз. Тағы да жарты шай қасықтай сәбіз салатқа арналған приправа. 2 ас қасық соевый соус, менде сушиға арналған соус. Өзіңізге ұнаған көкшөп, көкпияз түрлерін қоссаңыздар болады, және де үстіне қызып тұрған ыстық майымызды, яғни сұйық май, кәдімгі тамаққа қолданатын. Соны қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Міндетті түрде осы салатты араластырып, жарты сағатқа, 1 сағатқа тоңазытқышқа, яғни холодильникке қойып қойсаңыздар, дәмі бір-біріне сіңіп, өте дәмді болып шығады. Жаңағыда приправасын барлығы көкөністерге сіңетін болады, етке барлығына дәмі беріледі, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Егер де осы видео ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып, WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға, туған-туыстарға жіберіп қойсаңыз, өте қуанышты болып қалар едім. Сонымен қатар каналымның алға қарай дамып жылжуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видео ұнаса лайк басып, және де төменгі жақта комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырып кетсеңіз, үлкен рахметімді айтамын. Барлық комментарийларды оқимын. Және де осылай тарелкенің үстіне салып, үстіне кунжут сепсеңіздер, өте керемет дастархан сән келтіріп тұрады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және де каналыма тіркелмеген жаңа оқырман болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге капуста және де тұрыптан жасалатын майонезсіз салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен капустамызды осындай азғантай бөлігін кесіп дайындап аламыз. Видеодағыдай үлкенірек 4 бұрышты етіп тураймыз, және де осындай таза ыдысымызға араларын ашып саламыз. Бұл жерде мен 2 үлкен тарелка жасаймын. Егер көбірек жасайтын болсаңыздар, мөлшерін көбейтіп жасауға болады. Видеодағыдай осылай капустаның арасын ашып жасағандарыңыз дұрыс, және де капустаның жұмсақтау түрін қолданыңыздар. Сонда салаттарыңыз тәттірек болып шығады. Енді азғантай тұз салдым, және де қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырып, кішкене согын шығарамыз. Бізге қатты капуста емес, сәл жұмсарған түрі қажет болады. Осылай қолыңызды тазартып жуып алып, видеодағыдай езіп қойсаңыздар, кішкене басылатын болады. Келесі кезекте бір үлкен сәбізімізді корей күшінен осылай ұзыншалап өткізіп аламыз, және де тұрыпты өткіземіз. Бұл жерде менде видеода түспей қалыпты. Кәдімгі базарда көкөністер тұрып кішкене қышқылтым ашылу болады, және де бір сарымсақты салып осылай барлығын күштен өткізіп аламыз. Келесі кезекте қияр керек болады. Қиярымызды видеодағыдай 3 бөлікке бөліп, оны ұзыншалап соломка тәріздес турап шығасыздар.
Және де барлығын бір ыдысқа саламыз. Мына ыдыс араластыруға кішкентай болғандықтан тағы үлкенірек ыдысқа салдым. Енді дәмдеуіштерді салатын боламыз. Жаңа тұзы бар еді. Енді үстіне кинза салдым, және де сәбіз салатқа арналған приправа салдым, паприка салдым, және де аздап қара бұрыш салдым. Егер салаттың ашытылу болғанын қаласаңыздар, қызыл бұрыштан салуға да болады. Енді қалауыңыз бойынша көк пияз, укроп қосып, салаттың барлығын араластырамыз, және де үстінен ыстық сұйық майымызды құюды ұмытпаңыздар. Дәл осы салатты жақсылап тұрып араластырасыздар. Холодильникке 1-2 сағатқа қойып қойсаңыздар, дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, өте керемет дәмді болып тұрады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, бір ыстық тағаммен жегенге керемет үйлеседі. Каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге майонезсіз жасалынатын өте оңай және де дәмі керемет болып шығатын салаттың рецептімен бөлісемін. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Қою тағамдармен керемет үйлесетін салат, және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен каналға тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттардың барлығын тазартып жуып, осылай алдын ала барлығын дайындап алдым. Ең басты ингредиент бізде капуста болып табылады. Капустаның жарты бөлігін қолдандым. Осы жарты бөлігінен 4 тарелка салат шығады. Видеодағыдай үлкендеу етіп, 4 бұрышты етіп турайсыздар. Капустаның жұмсақтау жаңағыдай капуста алғандарыңыз дұрыс. Содан соң сәбізімізді сыртын қабығын ашып алып, корейкішінен өткізіп аламыз, үстінен тұз саламыз. Сосын қолдың көмегімен капуста мен сәбізді екеуін бірге араластырып, суын шығарамыз, осылай езіп алатын боламыз. Капустаның арасын ажыратып қоясыздар да, осылай 5-10 минутқа қалдырасыздар. Келесі кезекте көкөністерімізді турап дайындайтын боламыз. Бұл жерде мен светофор болгар бұрышын қолдандым, және де оны жіңішке етіп турайсыздар. Ортасында керек емес бөліктерін барлығын алып тастайсыздар. Осылай соломка жіңішке етіп тураңыздар, жегенге ыңғайлы болу үшін. Және де қызанақ керек болады. Қызанағымызды тазартып аламыз да, ортасында осындай сулы бөлігін алып тастайсыздар. Ол қатты жаңағыдай сулы болып кетеді салатыңыз, тек сыртындағы осындай қабық жағы ғана керек болады. Видеодағыдай барлығын дайындап алдым, және де салатқа осындай редисканы қостым. Шөп сататын жерлерде, базарларда, супермаркеттерде сатады. Осылай дөңгелек және де жартылай пішінде турап аламыз. Барлығын жаңағы капуста мен сәбіздің үстіне саламыз, және де 2 үлкен сарымсақ қостым, 2 тісше. Сосын үкіштен өткізіп алдым. Егер үкіш жоқ болса, пышақпен турауға болады. Енді дәмдеуіштерді қосамыз. Бұл жерде мен паприка салдым, жарты шай қасық, және де кептірілген кинза салдым. Сәбіз салатқа арналған дәмдеуіш, және де үстіне қызып тұрған ыстық сұйық майды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кинзаның кәдімгі жасыл шөбі болса, тіпті керемет болады, салатқа жақсы дәм береді. Укроп, көк пияз қоссаңыздар да болады. Міне барлығын араластырамыз. Жарты сағатқа холодильникке немесе бетін жауып қойсаңыздар, жаңағыдай дәмдеуші бір-біріне сіңіп тұрады. Тұзы аз болса, тұз салсаңыздар да болады. Сонымен қатар каналымда өте дәмді майонезбен жасалынатын, майонезсіз жасалынатын салат түрлері бар. Описание бөліміне сілтемесін қалдыратын боламын. Егер де осы видео ұнаса, төменгі жақта поделиться деген бөлім тұр, соны басып WhatsApp желісінде чаттарға, группаларға бөлісіп қойыңызды сұраймын. Тарелкеңізге салып, әсемдік ретінде осындай редисканың жарты бөлігін қойсаңыздар керемет үйлеседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналға тіркеліп қойыңыз.